Одан кейін өткенде бір мәселе қозғалды ғой, білесіздер ме? Жан деген. Кейбір кісілер сонда біз енді әйелімізге не болмаса күйеуімізге жан деп айтуға болмай ма? Өйткені бір кісі айтты ғой, жан деген айтпаңдар өйтіп. Бұл жынның аталарының аты деген ба, ең үлкен шайтанның атасы деген ба? Жалпы енді ағайындар, бір кісі өткенде видеосын көрдік, жын мешітіне барып соны айтып жатыр да, жан деген осындай. Жалпы жеке мен ол кісінің қателігін шығарып, оның дұрыс емес деп, ол кісінің қателігін айтуға негізі ақым жоқ. Өйткені ол кісі қайда біздің қасымызда білімді кісі ғой, көрініп тұр ғой. Дегенмен шариғатта мынандай нәрсе бар. Біріншіден, жан деген бұл арабша жындар деген мағынаны береді. Көпше түрі. Жынның, жан деген жындар деген мағынаны береді. Ол анау жынның атасы деген нәрсе емес та ол. Біріншіден. Екіншіден, сіз қазақша сөйлеп жатсыз ғой, жан деп. Сіз арабшалап егер сөйлеп жатыр, мысалы Құранда Аллах Құранда айтады ғой, Ар-Рахман сүресінде, лам ятмитхунна инсун қабалахум уәлә жан. Сол Ар-Рахман сүресінде бір 2-3 жерінде келеді жан деген аят. Егер де сіз арабша сөйлеп жатсаңыз, онда мүмкін да сондай болуы. Сіз қазақша сөйлеп жатсыз ғой, бірінші ниет, сіздің ниетіңіз анау емес мына жақ болып тұр ғой, еркелету мақсатында. Егер ол әр сөзді, мысалы қазақша сөйлеп жатқан кезде әр сөзді бұл так орысшада қандай мағына береді, арабшада қандай мағына береді деп жүрсең, орысша сөйлеуге болмайды ғой. Мысалы қараңыз, бір әйел отырады да, екінші әйелге айтады абысынына, қамыр илеп отыр да, кухняда отыр. Қамыр да пеш дейді да. Қамыр деген сәл өзгерісімен арабшада не? Қамыр деген. Хамри вәл майсир деп келеді ғой, бұл арақ деген сөз. Арабшада қамыр, арақ. Бізде бір әйел, қамырда берші десе, астағфирулла, сен не айтып жатсың? Бұл арабша арақ қой десеңші. Жындысың ба дейтін жарам. Керек десе, қазақтың сөзіне қайтайық. Серік, қазақта серік деген бар ма? Біреуге, сен серік деп жатсаң, астағфирулла, өйтіп айтпа. Ол деген ширк деген сөз негізі. Ол Аллаға серік қосу деп жатсаң да. Шілей анау, не болып кетпей көріп қой, қанат болып кетпей көріп қой. Айта беріңіз, өзі айтам да, қазақтардан, отбасыларда бірін-біріне жылы сөзді, жылы сөйлеш, әйеліңе жылы сөйле, еркегіңе жылы сөйле деп, жылы сөзді үйрете алмай жатқан кезде ше, тағы бір қазақтың бір жақсы сөзін құртып жібермейік та. Жан деп әйел күйеуіне айтса, қандай рахат ше. Жын десе енді разговор жоқ, онда жаңағы сен не деп тұрсың деп ұрсуға болады да. Сол үшін айта берейік, бұда проблема жоқ ол. Жан деп айтасың ба, жаним деп айтасың ба, әдемі ғой. Әйелдерге, бұны енді көбінесе әйелдер қолданады ғой күйеулеріне. Айта беріңіз, жан деп айта беріңіз, әдемі ғой.